Сәлем достар, корндок дайындаймыз. Ол үшін бізге осы видеода көрсетілген заттар қажет. 2 жұмыртқа, 180 мл сүт, 1 стакан ұн салып болып жақсылап араластырамыз және жарты шай қасық разрыхлитель, 1 шымшым тұз қосып тағы да араластырамыз. Сосискамызды ортасынан бөліп, осылай шпажкаға салып дайындап аламыз. Дайын болған массаны стаканға құйып, осылай видеодағыдай сосискамызды батырып аламыз және қызып тұрған майға қуырамыз. Мінекей бізде осындай корндок дайын болды. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Мен корндокты түскі асқа дайындадым. Жанына гарнир қосып, күріштен гарнир жасап, осылай ұсындым. Менің видеомды бағалап кетіңіздер, YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұдан да керемет қылып сәндесек болады. Сәндеу өз фантазияларыңызға байланысты.